Ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бірге Hikvision HiWatch бейне регистраторларының құпия сөзін қалыпқа келтіріп үйренеміз. Яғни бейне бақылау камералардың процессор деп айтсақ болады. Бұлайша бейне регистраторды, видео регистраторды, соның паролін қалай қалыпқа келтіреміз. Алдымен бізге арнайы қосымша орнатып алуымыз керек. Ол программаны орнату үшін браузерді ашамыз. Hikvision компаниясының ресми сайтына кіреміз. Одан кейін поддержка бөліміндегі скачат бағанына барамыз. Одан кейін инструменты жолағына өтуіміз керек. Инструменты. Одан кейін өзімізге қажетті бұл жерде программа SADP деп аталатын программа. Біз қарапайым тілде SADP деп айта берейік. SADP-тің үстіне шертеміз. Одан кейін мына жерде SADP IP Finder деген сілтеме тұр, соның үстіне шертеміз. Оны өзіміздің компьютерімізге жүктеп аламыз. Құрметті достар, айта кететін жайт, бейне регистратор, яғни видео регистратор мен сіздің компьютеріңіз бір жергілікті желіге қосылған болу керек. Яғни екі бөлек неде емес, бір жергілікті желі жату керек. Яғни сетевой окружениесі бір неде болу қажет. Программа жүктелгеннен кейін үстіне шертеміз. Аталған программаны өзіміздің компьютерімізге орнатып алуымыз керек. Да дейміз. Next. Ағылшыншасын орнатамын. Next. Next. Install. Бұны әзірге жауасынан браузерді. Next. Finish. Енді құрметті достар, SADP Tool деген программаны іске қосамыз. Разрешить доступ қылыңыз. Refresh деген батырманы басуымыз керек. Көрдіңіздер, менде мына бір видео регистратор анықталды. Осыны белгілейміз. Одан кейін Forgot Password дегенді басуымыз керек. Одан кейін бізде мына жерде Export деген батырма бар. Сол батырманы шерту керек. Арнайы файлды қай жерге сақтаймыз, соны көрсетемін. Мен жұмыс үстеліне сақтай берейін. Новый папка ашайын да. Hikvision деп сақтап қойсаң, папканың ішіне выбор папка дегенді басып, Exported деген хабарлама шығады. Енді бұл программаны жауап берсек болады. Достар, ескерте кететін жайт, мына бейне регистратор осы әрекеттер жасап жатқан кезде өшіп қалмауы керек, және интернеттен ажырап кетпеуі керек, яғни жергілікті желіден ажырап қалмауы керек. Келесі қадамда біз браузерді ашамыз, тағы да Hikvisionның ресми сайтына кіреміз. Менде Қазақстан болғандықтан Hikvision KZ деген ресми сайтқа кірем. Одан кейін поддержка бөліміндегі сброс пароля деген бағанға өтуім керек. Осы жерде PDF файлда жазбаша түрде инструкция сақталған, яғни нұсқаулығы бар. Бұл жерде айтып кеткен видео регистраторының астындағы арнайы наклейкасы болады. Соңында фотоға түсіріп алуымыз керек. Мен ол фото дайын. Міне бұл фото, осын түсіріп алғам. Бұны қазір арнайы бір почта бар, ресми почта, соған жіберуіміз керек. Этот файл вы отправляете на адрес деген жерден поштаны көшіріп алуымыз керек. Көшіріп аламыз. Одан кейін өзіңізге ыңғайлы электронды поштамен жіберсеңіздер болады. Мүмкін Mail.ru-мен жіберсеңіздер де болады, Яндекс поштамен жіберсеңіздер де болады, Gmail-де жіберсеңіздер де болады. Кому деген жерге мен поштаны көрсетем, яғни Hikvisionның Қазақстандағы ресми несіне, қолдау қызметіне. Одан кейін тема деген жерге сброс пароля дегенде жазуым керек. Одан кейін прикрепить файлды басып,
жаңа жүктеп алған арнайы файлымызды жібереміз. Жаңа мен Hikviz деп сақтадым. Мына XML документ XML дегенді таңдаймын, открытті басам. Одан кейін prikredit файл деп жаңағы видеорегистратордың астыңғы жағын түсірілген файлды, суретті осы поштаға жүктеймін. Одан кейін отправить деген батырманы шертемін. Бұл процесс, бұл іс-әрекеттер сізге кері жауап беру үшін жарты сағатпен бір жарым сағаттың көлемінде созылады, сондықтан поштаңызға қарап отыруыңыз керек. Біршама уақыт өткеннен кейін біз электронды поштамызды тексеріп көреміз. Біздің электронды поштамызға Hikviz'нің ресми қолдау қызметінен арнайы хат келу керек. Қазір поштаны ашып көрейін, келген болу керек. Hikviz KZ Support деген поштадан бізге кері хабарлама келеді. Осында келген файлды ds-n208 жақшаңшыны b деген біздің видеорегистратордың маркасы. Осы файлды скачать етіп алуымыз керек. Скачать дейміз. Өзіміз қалаған жерге сақтауымыз керек бұл файлды. Мен осы Hikviz деген ішіне сақтай беремін. Яғни жұмыс үстеліндегі файлға сақтаймын. Одан кейін қайтып sadp tool деген программаны ашуымыз керек. Дейміз. Бұны админнің атынан ашуым керек. Мышканың оң жағын басамда запуск от имени администратор деген басуым керек. Деймін. Қажетті регистраторын таңдаймын. Одан кейін forgot password дегенді басамын. Степ 2 деген жерде көріп тұрса, екінші жер осы жерден import file дегенді таңдаймын да, мынандай не пайда болады. Яғни папканың суреті. Соның үстіне шертіп, поштадан келген файлды қайда сақтадың сол жерге барамыз. Мысалы, тек мынау. Осыны таңдаймын, яғни осы файлды үстінен бірі шертіп, открыть батырмасын басам. Одан кейін мына жерге сіз жаңа құпия сөз енгізуіңіз керек. Астына сол құпия сөзді қайтадан жазып шығасыз. Одан кейін confirm деген батырманы басуымыз керек. Көрдіңіздер, reset password suket деп шықты. Яғни біз Hikviz'нің құпия сөзін өзгертіп үйрендік. Енді бұны ашып көрейік мына жақтан. Пользовательге админ құпия сөзге жаңа сіз өзіңіз көрсеткен құпия сөзді жазуыңыз керек. Мысалы, көрдіңіздер, құрметті достар, құрметті әріптестер, міне осы әдіс арқылы Hikviz'нің құпия сөзін, ұмытпаған құпия сөзіңізді қалыпқа келтіріп алуыңызға болады. Құрметті достар, менің YouTube арнама тіркеліңіздер. Видео пайдалы болса комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.